Қайырлы күн, құрметті білім алушылар, сіздермен Гүлфайыр Заттар. Бүгін біз фонетиканың 3-ші сабағы дауыссыз дыбыстарға тоқталатын боламыз. Айтылу кезінде өкпеден шыққан ауаның кедергі ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстарды біз дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Төменде барлық дауыссыз дыбыстарды көрсетіп қойдым. Жалпы қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыстар бар. Енді осы дауыссыз дыбыстар бізде 3-ке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді. Дәл осы дауыс дыбыстардың бөлінуін мен сіздерге жаттамай-ақ меңгеруге болатын оңай жолын түсіндіретін боламын. Үнді дауыссыз дыбыстары. Үнді дауыссыз дыбыстарының жаттап қажет етпейтін нұсқасы менің аюларым деген сөйлем ғана. Дәл осы жерден менің аюларым дегенді мен қате жазғам. Негізі ю әріп арқылы жазылуы керек. Ю әріпін ашып осылай жаздым. Сіздер де қате жаттап алыңыздар, қате жазып алыңыздар. Осы жерден біз дауысты дыбыстардың барлығын өшіріп тастаймыз. Мен мұнда мұны өшірдім, өйткені мұны 2 рет қайталанып тұр. Сонда қалған дауыссыз дыбыстар бізде үнді дауыссыз дыбыстары болып шыға келеді. М, Н, Ң, И, У, Л, Р. Байқадыңыздар ғой. Сонда сіздерге үнді дауысты дыбыстарын жаттап қажет емес, жай ғана осылай түсініп алуларыңызға болады. Келесі. Ұяң дауыссыз дыбыстар. Ұяң дауыссыз дыбыстарды мен оқушыларыма былай жаттатам. Б мен В айтылуы жағынан ұқсайды ғой. В мен Б жұп, Г мен Ғ жұп, Д, Ж, З оның балалары деп жаттатам. Оқушыларға бұл жаттау қызық болып көрінеді. Немесе судыратып былай жаттап алуларыңызға болады. В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Осылай судыратып жаттасаңыздар, естеріңізде автоматты түрде бірінен кейін бірі келіп тұрады. В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Енді үшіншісі бізде қатаң дауыссыз дыбыстар. Қатаң дауыссыз дыбыстарды жаттап қажет емес, өйткені сіздер үндіні білесіздер, ұяңды білесіздер. Енді қалған дауыссыз дыбыстардың бәрі не болады? Автоматты түрде қатаң болады. Көрсетілген мына жердегі дауыссыз дыбыстар, қатаң дауыссыз дыбыстар. Енді мен айтқан ақпараттарды бекітейік, білімімізді бекітейік. Ауа өкпеден кедергімен шығып жасалатын дыбыс. Осы жерде әдеттегідей стоп қоямыз. Ол әрине дауыссыз дыбыстар. Қанша дауыссыз дыбыс бар? Қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар бізде 3-ке бөлінеді: қатаң, ұяң, үнді. Үнді дауыссыз дыбыстардың аты. Осы жерде менің аюларымды есімізге түсіреміз. М, Н, Ң, И, У, Л, Р. Ұяң дауыссыз дыбыстарды аты. Ұяң дауыссыз дыбыстарды бағана мен айтқандай судыратып атап шығуға болады. В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Қатаң дауыссыз дыбыстарды ата. Қалған дауыссыз дыбыстардың барлығы автоматты түрде қатаң болады. Айтып көрейік, мәселен. П, К, Қ, Ф, Ч, тағы сол сияқты. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақтарда фонетиканың басқа да салаларына жеке толыққанды тоқталатын боламыз, және де оңай жолдармен түсіндіретін боламын.